Хазірет Омардың соңғы күндері. Мұсылман әлемінің ең ұлы тұлғаларының бірі Хазірет Омар өмірінің соңғы сәттерінде терең уайымның құрсауында еді. Жаратқан иемнің құзырына қалай барам, өмірлік есебімді қалай берер екенмін деген уайымның ішінде жүретін. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні менен кейін пайғамбар болса, Омар болар еді деп оның Алла құзырындағы ұлы мәртебесін білдірген. Бірақ соған қарамастан қам көңіл Омардың көзінен жас құрғаған жоқ. Ақиқат пен туралықтың туындай болып ғұмыр кешті. Өмір бойы әділет шеңберінен бір елі тайған жоқ. Халифа болған кезінде мұсылман әлемінде бүкіл дүние жүзін қайран қалдыратындай мемлекеттік жүйе құрды. Кейінгі ғасырларда батыстық ғалымдар бүкіл қоғамды бақытты еткен бұл жүйенің сыры, құпиясы неде деген сауал төңірегінде зерттеу еңбектерін жазды. Өйткені мұндай ел батыс жазушыларының қиялы мен утопиялық шығармаларында ғана болуы мүмкін деген түсінікте еді. Жоқ, тек кітапта ғана емес, өмірде де қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мұндай алтын дәуір екі рет бой көрсетті. Бірі Хазірет Әбу Бәкірдің халифалық құрған кезінде, ал екіншісі Хазірет Омардың билік дәуірінде. Хазірет Омар таң атқаннан кешке дейін халық арасында жүріп, қоғам өміріндегі тәртіп қағидалардың орындалуын бақылайтын. Базар аралап ел-жұртпен сөйлесетін, әділетсіз оқиғаларды көзі көрсе сол мезет түзететін. Талай рет түн қатып жүріп халықтың арасында аш-жалаңаш ауру сырқаулар жоқ па екен деп өз жауапкершілігіндегі елдің хал-ахуалымен танысатын. Намаздарында жылайтын. Кейбір ғалымдар оның өмірінің соңғы 25 жылында көз жасын төкпей намаз оқымайтынын білдірген. Оның ойы мен парасаты өзге мұсылмандардан әлде қайда терең еді. Бір күні қасындағылар: "Сіз халифасыз ғой, күшті тамақ жеуіңіз қажет, сонда қызметіңіз де жақсы жүреді" деп кеңес береді. Сонда Омардың айтқаны: "Аллаға ант етемін, біз бұл дүниенің ләззатына мән бермейміз. Қазір бір лақты сойып жақсылап пісіріп әкеліңдер, кекіліктің көзіндей қап-қара мейіздерді суға салып әкеліңдер" деп бұйыруға, соны жеп отыруыма болар еді. Бірақ бұл ләззаттарды ақырет жұртына сақтағымыз келеді. Құранда мынадай аят бар: "Өздеріңе берілген бар игілікті дүниедегі тіршіліктеріңді ішіп-жеп түгел тауысыңдар және қызығын әбден көріңдер. Ал енді бүгін жер бетінде орынсыз көкірек керіп тәкаппарлықтарыңды және асылық қылғандарың үшін қорлық азаппен жазаланасыңдар" дейді. Аф-Каф сүресі 20 аят. Хазірет Омар сондай еді. Киіп жүрген киімінің 12 жерінде жамау болатын. Омардың мына бір сөзі қияметке дейін барша мұсылмандардың жадында сақталуға тиіс. Қияметте есеп тартылмай тұрып, бұл дүниеде өздерінен есеп алыңдар. Аллаға ант етемін, егер жер бетінде толған алтыннан болса, соның азабы келмей тұрып бәрін таратып жіберіп, өзімді азаптан құтқаруға талпынар едім. Тағы бірде: "Мен үшін ең жақсыларың кемшіліктерімді айтып отырғандарың" деп ағынан жарылған. Хазірет Омар мұсылман жұртшылығының жауапкершілігі қысқан кезде жанын қоярға жер таппай кететін, бетін жауып алып еңкілдеп жылай беретін. Егер сонау Ефрат өзенінің бойында бір түйе жоғалып қалса, соның есебін менен сұрайды-ау деп қорқамын дейтін. Бір күні жердегі сынып жатқан бір шөпті алып: "Шіркін, осындай шөп болғанымда ғой" деген. Жатса тұрса осы ой өзегін өртеп қоймайтын. Әттең-ай, еш жаралмай-ақ қойсам етті. Анам мені тумай-ақ қойса етті. Жаралмағанымда ғой. Еш болмаса қошқар болсам, қожайын керек кезінде сойып бетімнен кәуап жасаса. Әрине, бұл айтылған сөздер Алланың тағдырына риза болмаудан туған жоқ. Жүректе езіп бара жатқан жауапкершіліктің сезімі, ақырет жұртындағы ұлы есепті жан жүрегімен сезіне білгенінен еді. Бір күні берілген барлық нығметтің жеке-жеке есебі алынады. Біреуге білім, біреуге күш-қуат, енді біреуге байлық, дәулет берілсе, соның бәрінің есебі алынады. Қайдан алғанымыз, қайда жұмсағанымыз. Сондықтан Хазірет Омардың көзінен жасы құрғамайтын. Бір күні таң намазына имандыққа шықты. Сапқа тұрған жамағаттың арасынан қойнына бір ұшты қанжарын тығып Әбу Файрус деген дінсіз де келіп қосылды. Хазірет Омар әдеттегідей саптың түзулігін қадағалады да "Аллаху акбар" деп намазды бастады. Осы тәкбір жасағаны сол екен, Файрус қанішер саптан атып шығып, қолындағы қанжарды Омардың денесіне бір емес 6 рет соқты. Соққының біреуі Хазірет Омардың қарнына тиді. Осынша ауыр соққыларға шыдай алмаған Омар радиаллаху анху сұлқ етіп құлады. Намазды Абдурахман ибн Ауф оқытты.
Файруз қанішер қашам деп жүріп тағы бір-екі сахабаны жаралады да ақыр соңында өзіне де қол жұмсап тынды. Хазірет Омар ес-түсінен айырылған күйде үйіне әкелінді. Көзін ашып, сәл ғана есін жиғанда мені өлтірген кім деп сұрады. Файруз екенін білгенде, әлхамдүлілlah, ажалым мұсылманнан болмаған екен, ақыретте маңдайы сәждеге тиген мұсылманмен есептеспеймін деп Аллаға шүкір етті. Дегенмен ішін өртеген уайымы тынбады. Жақсы көретін бауыры Абдулла ибн Аббасты шақырып алып, елден хабар алшы, мен жайлы не айтып жатыр екен деді. Сондағы ойы араздасқан адамдар болса арғы өмірге жеткізбей, осы дүниеге есеп айырылысып кету болса керек. Абдулла халықтың арасынан барып келген соң, уа мүміндердің әміршісі, мұсылмандардан қай топқа кездессем де бәрі сен үшін жылап, өз балаларын айырылғандай көз жасын төгуде деді. Көңілі бір рет орныққандай болды. Мұсылмандар оған әлі-ақ жазылып кетесіз деп жұбату сөздерін айта бастады. Дегенмен емдеп отырған кісі бұл жарақаттардың жазылуы қиын деп анығын айтты. Сонда мұсылмандар енді мемлекеттің басшылығына кімді тағайындаймыз деп сұрақ қоюға мәжбүр болды. Осы кезде Әзірет Омар алдымен ұлы Абдулланы шақырып Айша анамызға жіберді. Ардақты пайғамбарымыздың қасынан жер алуға рұқсат беруін сұрады. Абдулла еңкілдеп жылап тұрып әкесінің сәлемін Айша анамызға жеткізді. Сонда Айша анамыз, шынымды айтайын, ол жерді өзім үшін көздеп жүр едім, бірақ Хазірет Омар сұраған екен, ол жерді шын көңілмен беруге разымын деді. Абдулла Айша анамыздың келіскенін білдіргенде, бұл менің өмірімдегі ең ұлы тілегім еді деді. Қайтсын енді, ол пайғамбарымызды бүкіл дүниеден тіпті өз жанында әлде қайда жақсысы көретін. Ендігі мәселе мемлекет басшысын тағайындау. Әзірет Омар тынысын зорға алып терең ойланып былай деді. Негізінде халифаға ең жақсы таңдайтын Әбу Бәкір еді. Ал артынан халифа қалдырғандардың ең жақсысы сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам еді. Егер де Абу Убайда тірі болғанда артынан соны қалдырар едім. Өйткені пайғамбарымыз менің үмметімнің ең сенімді адамы деп соны айтқан. Абу Хузайфаны азат құлы Салим тірі болғанда соны айтар едім. Өйткені ардақты пайғамбарымыз Салим Алла тағаланың ең қатты жақсы көретін кісі деген сөзі бар. Омар осы сөз айтқанда отырғандардың біреуі, өз ұлыңыз Абдулла ше, ол туралы ойыңыз қандай деді. Қайран, әйелімен ажырасатындай әлсіз адамды қалай халифа етем деді. Содан кейін сөзін жылап былай деді. Мұсылман үмметі ақыретте ақысын талап етіп жағама жабысқанда әулетімнен бір адамның жауапты болғаны жеткілікті. Атқарған істерімнің отбасымды ренжітпеу үшін бар күшімді жұмсадым. Егер қателігім болса, сол қателіктен құтылудың өзі мен үшін үлкен қуаныш. Сендерді тура жолмен ақиқатқа бастайтын бір адамды көрсеткім келеді деді де, тірі күйінде жұмбақтап сүйіншіленген сахабаларды саналамай бастады. Али ибн Абу Талиб, Оспан ибн Аффан, Абдурахман ибн Ауф, Сахид ибн Әби Уаққас, Зубайр ибн Ауам, Тальха ибн Абдулла. Міне, осылар өз араларынан біреуді таңдасын. Біреуің сайланса, бәрін сол кісіге көмектесіңдер. Ал өзіне жүк артылған халифа өз міндетін тиісінше толық атқарсын. Сөйтті де осы аталған кісілерді қасына шақырып, ойланып мына үмметтің алдыңғы қатарлы азаматтары деп сендерге тоқтадым. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сендерден разы болған күйде жан тапсырды. Сендер дұрыс болсаңдар, үмметтің жағдайы да жақсы болады. Бірақ расы керек, араларында пікір қайшылық туып қалып, оның үмметке де әсері болып қалама деген уайымым да жоқ емес, деді. Ақыр соңында көптеген пікір кеңестердің соңында Әзірет Оспан халифа болып тағайындалды. Адамзат тарихында алтын әріппен жазылатын Хазірет Омардың өнегеге толы ғұмыры осылай аяқталды. Аяқталған жоқ. Әділет пен туралықтың ақ туын желбіретіп өткен ұлы тұлғаның нағыз өмірі енді басталды. Алла ол кісіге разы болсын. Авторы Асылбек Әуезханұлы. Ізгілік қалсын әр ізде кітабынан. Оқыған Мұхтарбай Қырмызы.